Ал енді өзіміздің анимационный мультик сабағымызға көшейік. Анимационный мультик сабағымызды біз ChatGPT-мен жұмыс жасаймыз. ChatGPT-мен жұмыс жасаймыз, немесе өздеріңізде ойлап тапсаңыздар болады. Яғни ChatGPT бізге не жағын көмектеседі? Промптты дұрыс жазу жағынан көмектеседі. Яғни сен просто жазасың, например, мысық кепкада, шапкада, үйде ойнап жатыр, шомылып жатыр деген сияқты. Ал сондай детальдарды жазасың, ал бізге ChatGPT оны түрлендіріп, промптқа әдемілеп айналдырып береді. Сол үшін жалпы ChatGPT-ның көмегі қажет. Мысалға, бастайық, орысша жазсаңыздар да болады, қазақша жазсаңыздар да болады. Ешқандай разница жоқ. Напиши промпт, пожалуйста. Рыжая кошка в белом фартуке и шапке готовит суши. Он находится в деревянном домике. Кухня очень светлая и уютная. Кошка счастливая кошка. И осы бізге промптты ағылшынша жазып береді. Потому что сен алдын ала уже напиши, пожалуйста, промпт деп уже жасанды интеллектке жасап жатқаныңды уже көрсетіп жатырсың. Сол үшін олар автоматически ағылшынша жазады. Себебі жасанды интеллект ағылшынша жақсырақ таниды. И мультяшный, қараңыздар еще, стильдер, кез келген стильде істей аласыздар. Мультяшный, аниме, акварель, кинематографический, ультракачественный деген сияқты әртүрлі стильдерді өздеріңіз жазып сұрсаңыздар болады. Немесе егер стильдерді онша білмесеңіздер, ChatGPT-ден де сұрасаңыздар, қандай стильдер бар, маған тізімін шығарып берші деген сияқты. Сол тізімге қарай стильдерді жасай бересіздер. Мультяшный, реалистичный стиль. И осыны біз көшіріп аламыз. Синтекс AI ботына барамыз. Синтекс AI ботында видео будущего деген батырманы басамыз. Оның ішінде VO3 бар. VO3 бізге біз фотоға, біз басында жасанды интеллект, осы жасанды интеллектте біз видеоға айналдыру үшін бірінші фото жасайтын едік. И фотоны жандандыратын едік. Бірақ қазір VO3-да сен сразу текстовый запроспен сразу видео жасайсың, еще звукмен жасайсың. Сол үшін VO3-ді қолданамыз. Видео будущего, VO3-ді басамыз. Сөйтіп, копипаст бағанағы промпт, ағылшынша жазылған промптымызды ставить етеміз. И бізге мультик шығарып, осындай живой мультик шығарып берді. Көрдіңіздер ме? Келесі тағы да бір кадрды алайық. Рыжая кошка в белом фартуке и шапке. Қараңыздар, осы жерде бағана біз, если сіз сол кошканы сол қалпында алғыңыз келетін болса, келесі кадрда, например, рыжая кошка в белом фартуке болды ғой, тура солай жазасыздар қайтадан. Рыжая кошка в белом фартуке, в белой шапке. Сол кезде сізге сол кошканы, примерно сол кошканы қайтадан генерировать етіп береді. Ал сіздер егер қайтадан белом фартуке анамнау деп жазбасаңыздар, простой кошканы, черный кошканы, может быть, беріп қалу мүмкін. А сіздерге именно рыжая кошка керек. Сол үшін оны да қайтадан детализировать етіп жазасыздар. Келесі кадрда. Вместе кушают суши в деревянном домике. Осыны копировать, вставить етеміз бағанағы VO3-ға. Көрдіңіздер ме? Бізде уже видеомыз шықты. Енді қараңыздар, бұл жерде VO3-да бізге звукмен, музыкасымен дайын видео жасап береді 8 секундтық. Бірақ егер YouTube-ға салғыларыңыз келсе, YouTube со звуком
бұндай видеоларды қабылдамайды. Жасанды интеллект со звуком қабылдамайды. Потому что звук ол сенің оригинальный звукың емес дейді. Сол үшін біз, ал егер сіздер инстаграмға, тиктокқа салғыларыңыз келсе, пожалуйста, сала берсеңіздер болады. А именно YouTube қабылдамайды. Сол үшін біз капкетке барып звуктарының барлығын өшіріп тастаймыз. Сөйтіп үстінен өзіміз звук қосамыз. Выбрать етеміз видеоларымызды. Звуктардың барлығын өшіріп тастаймыз. Звуктардың барлығын өшіріп тастап, үстіне енді видеоны басамыз. Видеоны басқан кезде астында звуковые эффекты деп тұрады. Звуковые эффекты. Сол звуковые эффектіға жазамыз. Мен мысалға орысша жазып көрдім. Мысықтың келе жатқанын ходить деп жаздым. Бірақ ходить деген кезде маған дұрыс нелер келмеді. Енді ходьба дедім одан кейін. Яғни дұрыс эффекттер келмеуі мүмкін орысша жазсаңыздар. Сол үшін лучше всего негізінде ағылшынша жазған. Осылай қай моментке сіздерге керек? Қай моментке сіздерге керек, оның дыбысы, дауысы, сол моментке видеоға келтіреміз. Қалған звугын керек емес болса, удалить дейміз. Разделить деп бөліп аламыз да, қалған жерін удалить етеміз. Келесі, енді кошканың несін, дыбысын шығарайық, мяу деген. Бірақ бұл жерде опять-таки маған кошка деп жаздым, дұрыс емес нелер берді, сол үшін мен cat деп жаздым. Сол кезде маған дұрыс дыбыстар шығарып берді. Ағылшынша жазуға тырысыңыздар. Егер ағылшынша білмесеңіздер, опять-таки Google-дан жазсаңыздар болады, ChatGPT-ге жазсаңыздар болады. Cat, кошка қалай ағылшынша болады деген сияқты. Бұл жерде дыбысында регулировать етесіздер. Бір дыбысы қатты шығуы мүмкін, бір дыбысы жай шығуы мүмкін деген сияқты. Задний фонда маған осы музыка ұнады, осы музыканы қойып қойдым. Одан кейін мяу деген дыбысты алдық. Көрдіңіздер ме? Уже нормально дауыс шығып, уже музыкамен нормально дауыс шығып тұр. Осылай. Бұл жерде жұмыс жасайтын нәрселер бар. Барлығы дайын бола самайды. Бұны кесесін аласың, дәлдетесің, дауысын шығарасың, жай қоясың, качествосын өзгертесің, фильтрлар жасайсың деген сияқты. Енді собаканы дауысын қойдық. Осылай түрлендіріп отырасыздар. Яғни біз YouTube-да көреміз ғой, андай күшті видеолар шығады ғой YouTube-да. Оның барлығы кадрмен алынған. Осындай 5 секунд, 8 секунд. Барлығы кадр, и барлығын осылай звуктармен жасалған. Звуктар қойған, музыкалар қойған. Яғни оның барлығы жұмыс. Андай жеген тамағын қойдық. ASMR жасаса болады. Бұл жерде өте күшті ASMR-дің тамақ жеген дыбыстары бар. ASMR-мен тоже видео жасасаңыздар болады. CapCut-тың звуктарын қабылдайды YouTube. YouTube толығымен CapCut-тың звуктарын қабылдайды. Оны вообще еш ойланбастан қолдана берсеңіздер болады. Музыкасын, звукын, CapCut-тікін. Түсінікті ғой? Міне осылай.
Енді бұл жерде менің айтқым келгені, осының барлығын былай салып отырамыз, қандай жұмыс қиын деп қараймыз ғой енді. Бұның барлығы, енді сіздер еще новичок болсаңыздар, енді бастап жатсаңыздар, бұл оңай емес, әрине. Бұның барлығын жасай келе қолдарыңыз ұштанады. Сол үшін мен всегда айтамын, фотодан бастаңыздар деп. Бірінші фотоны просто қойып арасына анимация монтаж жасап сала берсеңіздер, одан кейін видеоға өтесіздер. Мен адамдарға солай өзім, чтобы қол үйрену үшін біз қолымызды үйретуіміз керек. Оны жасай келе біз специалист боламыз, профессионал боламыз. Менің осы жасанды интеллектпен жалпы айналысып жүргеніме бір жылдан асты. И мен қазір за 6 секунд бәрін істей саламын. Например, қандай звуктарды қайда екенін білем, музыка қайда екенін білем, қандай сөздер қолдану керек екенін білем. Яғни оның барлығы осылай оқи келе, жасай келе болады. Сол үшін андай миым ашып кетті деп қарамаңыздар, басында по-любому миыларыңыз ашады. Но потом уже сіздер профессионал боласыздар. Іске сәт!